Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бағбан ханымның өсімдіктер әлемі каналына қош келдіңіз. Бүгін сіздерге монстера деп аталатын гүл жайында айтамын. Монстера гүлі үлкен жапырақты, әрқашан жасыл болатын тропикалық өсімдік. Лиана ароидты отбасына жатады. Шыққан жері оңтүстік Америка. Көлемі 45 сантиметрге дейін жететін, кесілген жапырақтары бар, үй жағдайында өсіруге ыңғайлы, биіктігі бірнеше метрге жететін алып өсімдік. Мынадай үлкен етіп өсіру үшін міндетті түрде бекітетін зат болуы қажет. Сол бекітілген түреуді өрмелеп өседі. Түке күн сәулесін ұнатпайды. Және мынадай ауада өсетін ауа тамырлары болады. Бұл ауа тамырларына ешқандай зақым келмеуі қажет. Міне, мысалға, мына тамырдың үш жағы шамалы ылғалда бөлініп қалған. Ол монстера гүлі үшін үлкен стресс болады. Көрдіңіз бе, жапырағы қандай сарғайып кеткен. Яғни ауа тамырлары сынып қалса, майысып қалса, жапырақтарының жиектері сарғая бастайды, немесе толығымен сарғая бастайды. Сарғайып, қарайып, мынадай реңсіз түрлері қалыптасады. Ауа тамырына ешқандай зақым келмеген мына бір жапырақ қандай әдемі, менің қолыммен салыстырған кезде қандай үлкен көлемі. Бұл монстера гүлі күннен күнге үлкейіп, ауа тамырлары тіптен үлкейіп, қоятын орын болмай жатыр. Менде мысалға мына ауа тамырының бір жеріне шамалы зақым келген екен. Бұл жақсы емес. Монстера гүлі үшін ол стресс болады. Жапырақтан міндетті түрде белгісін береді. Сарғаяды, қараяды. Сондықтан өте ұқыпты болуы қажет. Ең бастысы ауа тамырлары сау, ешқандай бүлінбеген, тіпті қолыңыздың ұшымен тиіп кетсеңіз де бүлініп қалады, өте нәзік. Монстера жайлы шамалы ақпарат айта кетейін. Ауа температурасы қыс айларында 15-16 градус болу керек, себебі қыста бұлар демалу керек. Жазда мынадай үлкен әдемі жапырақтар беру үшін қыста ең болмағанда 1-2 ай салқын жерге қойып, аз ғана суарып, демалдырып алуымыз қажет. Жаз айларында 20-25 градуста болған жарайды. Суару, суды ішкенді өте жақсы көреді бұл гүл. Бірақ тамырында су тұрып қалмауы қажет. Құйған суымыз жылы болуымыз қажет. Жазда душқа түсіріп алсақ, бізге рахмет айтады. Ал қыста жай ғана шүберекпен жапырақтарын шаңын сүртіп алып тұрсамыз болады. Мысалға, мына монстера гүлінің жапырағы менде сау, әдемі, қарауға көз керек. Ал екінші жапырағымда міне қарасаңыз шамалы жиектері сарғайған, қарайған, яғни бұның ауа тамырларына зақым келген. Сондықтан мынадай декорациялық әдемі түрін жоғалтып тұр. Бұл жапыраққа біз ештеңе істей алмаймыз, жайлап өзі сарғайып, жылынып түсіп қалады. Біз бұл жағдайға жеткізбес үшін тамырында су тұрып қалмау қажет, және ауа тамырлары ең маңызды. Ауа тамырларына ешқандай зақым тимеуіміз қажет. Ауа тамырын уақытылы горшогына салып жіберуіміз керекті, әрі қарай ол тамырлап, тамырына қарай өсіп кете бергені жақсы. Менің жағдайымда бұл ауа тамырлары сыртта қалып қойған және терезенің алдында тұрған. Терезенің алды терлеп, су ағып, сол су мына ауа тамырларына тиіп зақымдалған. Мен мысалға өткізіп алдым бұл мүмкіндікті. Ал сіздер бұл мүмкіндікті өткізіп алмас үшін ауа тамырлары шығып келе жатқан кезде кішкентай болып, тамырына қарай, горшокқа қарай бағыттап, соның астына қарай өсіп кетуін қадағалағаныңыз жөн болады. Міне мысалға мына сары, жасыл сары түрі реңсіз болып гүлімізді құртып тұр. Сарғыш болып тұрған жапырақты мен алып қиып тастаймын. Ол маған қажет емес. Себебі менің гүлімнің әдемі түрін құртып тұр. Мен видеоға түсіріп үлгермедім. Міне де мынадай түреу қойдым. Бұл монстера гүлі әдемі болып, биік болып, жағалап өсу үшін міндетті түрде түреу қоюымыз қажет. Түреу болса, бұл гүл жағалап әдемі болып өсетін болады. Міне осы видеода ауа тамырлары тым жақсы көрініп тұр, және зақым келгенде видеода көрініп тұр сынғаны. Енді бұл ауа тамырларын мен жайлап шетінен тамырға қарай бағыттай беремін. Бұл монстера гүлі
ыдысы тар болғанды жақсы көреді. Ыдысы тар болған сайын бұның жапырақтары үлкен болады. Тыңайтқышқадарға келер болсақ, жаз айларында аптасына бір рет декоративно-лиственный деп аталатын тыңайтқыштарды пайдалануымызға болады. Ал қыс айларында айына бір рет немесе 2 айда бір ретте тыңайтқыш қоссаңыз жарап қалады. Егер дұрыс күтілген болса, ешқандай зиянкестер бұл гүлге тисе қоймайды. Бірақ зиянкестің алдын алу үшін жаз айларында айына бір рет, 2 айда бір рет зиянкестерге арналған препараттарды сеуіп тұрсаңыз болады. Монстера гүлі жайлы толық ақпарат бере алдым деп ойлаймын. Тағы да сұрақтарыңыз болса, комментарийда жазыңыздар. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.